Қазақстанда 26-27 қазанда қалың қар жауып суық болады. Көріңіздер. Сәлеметсіз бе қымбат көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғашқы қатарынан біліңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. 3 облыста қар мен жаңбыр. Қазавтожол көлік жүргізушілеріне ескерту жасады. Қазавтожол өкілдері үш облыста қолайсыз ауа райы болатынын хабарлап, көлік жүргізушілеріне жолда абай болуын ескертуде. Телеграм-каналдардағы ақпаратқа сәйкес 26-27 қазан күндері аралығында Алматы, Жетісу және Шығыс Қазақстан облыстарының кей жерлерінде қар аралас жаңбыр мен қар болады деп болжануда. Жүргізушілерге жылдамдық режимі мен қауіпсіздік арақашықтықты қатаң сақтап, жолдардағы ауа райының қолайсыздығын ескерулерін сұраймыз делінген ресми ақпаратта. Компания өкілдері 14:03 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болатынын еске салды. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басыңыз, жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз.